Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Үрбіш, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін кәдімгі дүкен қаймағынан осындай қою кремді қалай жасаймыз, соның жолын үйренетін боласыздар. Бұл тек қаймақтың өзінен ғана жасалынады және ешқандай загуститель, яғни крем қоюландырғыш қосылмайды. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ол үшін осындай тереңдеу ыдысқа мата қоямыз. Таза мата немесе марлыны 2-3 қабаттап қойсаңыздар болады. Осыған кәдімгі міне мендегі 20% дүкеннің қаймағын саламыз. Енді екі жағынан жақсылап түйіндейміз. Не үшін бұл жерде күрекшені пайдаландым? Егер сіздерде бұдан да терең ыдысқа қойсаңыздар, осы күрекшемен сол ыдысқа тіреп қоясыздар. Сол кезде біздегі қаймақтағы артық су ыдысқа түсетін болады, немесе осылай бір жерге іліп қойсаңыз болады. Кемі 2 сағатқа қоямыз. Менікі бөлме температурасында 3 сағатта тұрды. Міне қараңыздар, қаншама артық суы шықты. Енді бұл қаймақты міндетті түрде тоңазытқышқа қою керек, немесе тереңдеу ыдыс болса, бірден тоңазытқышқа қойсаңыздар да болады. Сол кезде артық суы шығады. Бұл кремді пайдаланбай жатып, міндетті түрде салқын күйде болғаны дұрыс, сонда өзінің формасын жақсы ұстайтын болады. Міне біздің креміміз салқын болды. Қараңыздар, қоюлығын уже өзінің формасын жақсы ұстап тұр. Енді бұған сахарная пудра қосамыз, немесе сгущенка қоссаңыздар болады. Енді ол кремнің өзі дәміне қарай қосасыздар. Және миксерлеген кезде ұзақ миксерлемейміз. Мен жай ғана 15 секунд қана миксерледім. Бұл кремге қант қосуға кеңес бермеймін, өйткені қанттың іртігі көп болады және ол еріген кезде сіздің креміңізді сұйылтып жіберуі мүмкін. Осымен достар, біздің қаймақты крем дайын. Бағасы қол жетімді, үнемді, кез келген тортқа пайдалана берсеңіз болады. Бастысы тоңазытқышта 2-3 аптаға дейін сақтай бересіз. Беті міндетті түрде жабық болу керек. Сіздермен болған Үрбіш Әмір. Егер де сізге видео пайдалы болған болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода жолыққанша.